Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мында мен сіздерге туған жер тұғырым деген тақырыпта жазылған эссемен таныстыра кетейін. Осы жерде сіздер көріп отырғандай, эссенің әрбір бөлігі азат жолдары айқын көрініп тұр. Мынау бізде кіріспе бөлім. Мынау бізде талқылауға арналған негізгі бөлім. Негізгі бөлімнің өзі біріншіден, екіншіден, үшіншіден, яғни тағы бір айта кетерлігі деп, сондай бөлімдермен әрқайсысы бөлініп тұр. Алайда өкінішке орай деген қарсылықты, өкінішке орай, одан кейін алайда деген тағы да салыстыра талқылаулары бар. Ең соңында, қорытынды бөлімде, сөз соңында айтарым деп осы бөлімнің қорытынды екендігін аңғартады. Келесі, ондай болса жақындатып, әрбір бөлімге назар аударайық. Туған жер тұғырым деп басталған тақырыптың өзін мына жерде қайтадан перифраз жасайды, немесе нақтылай түседі. Яғни бұл бізде магнит сөйлем деп аталады. Әрі қарай осы туған жердің адамның тұғыры екендерін мына жерде қуаттаушы сөйлемдер берілген. Келесі, осы туған жердің тұғыры екендігін мына жерде қорытындылап кетеді. Сондықтан да туған жер барлық құнарын нәрін беретін тұғырлы мекен деп айтып өтіп, мына жердегі үш бірыңғай мүшемен берілген атаулар әрі қарайғы эссенің әрі қарай талданатын үш негізгі мәселесі екендігін аңғартады. Мысалға, құнары, нәрі, аялап өсіретін мекені деп. Енді қараңыздар, бірінші азат жолда мына құнар деген бірінші азат жолда талқыланады. Яғни туған жердің құнарын не дейді? Салт дәстүр дейді. Салт дәстүр адамға әсер етпей қоймайды дейді. Сонымен бір дәйек сөз келтіреді. Семенов Тяншанскийдің өзі қазақтың салт дәстүрі тұнып тұрған білім деп айтқан екен дейді де, осы азат жолдың соңғы сөйлемін мына жерде қорытындылайды. Ендеше деген қыстырма сөзді пайдаланады. Ендеше салтымды сақтау менің адам болып қалыптасуымдағы ең бірінші кірпіш болмақ деп айтады. Келесі азат жолда мына жерде берілген нәрі, кіріспеде айтылған нәрі. Бұл туған жердің нәрін оқушы ананың сүтімен, сіңген тілге, ананың үнімен, құлаққа сіңген тарихымызға байланыстырады. Сөйтеді, тарихтағы бейбарыс, одан кейін жаңағындай осы туған жердегі арнаған, туған жерге ән арнаған, туған жерге өлең арнаған ақындарды, композиторларды келтіре кетіп, өзінің ойын Қасым Аманжоловтың сөзімен осы азат жолда түйіндейді. Мінекей, азат жолды тағы да бір қорытындылап кетті. Енді үшіншісі, алақанды аялайды деп жоғарыда айтылған болатын. Сонда алақанды аялаудың бір белгісі бұл өркен гранты деп айтады. Өркен грантына мен ризашылығымды білдіріп, мен де болашақта Айдын Рахымбаев сияқты өзімнің туған жеріме қызмет еткім келеді, мынаны дамытқым келеді, мұражайды, көптеген мәдениет орындарын, табиғатты дамытқым келеді. Сөйтіп дейді, мына жерде қорытындылап кетеді. Алматымның қайта жасаруына еңбек етемін дейді. Одан кейін салыстыра талдау үшін өкінішке орай деп мына жерде сандық дерек келтіреді. Сандық дерек келтіреді, және оны Егемен Қазақстан деген газетпен байланыстырады. Нақты дерек келтіреді. Одан кейін тағы да алайда деген қарсылықты шылау арқылы жаңағындай тағы да бір салыстырмалы түрде деректер келтіріп, Назарбаев университеті болашақта жұмыс жасап жатқан қызметкерлерді осы жерде еске салып өтеді. Одан кейін олардың қайтадан туған жеріне пандемияның қайтып келуі әсер етіп жатқандығына өзінің ойын түйіндеп өтеді. Сонымен сөз соңында айтарым деп қыстырма сөзбен
келтірген қорытындысында туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деп мына бағанағы жаңағы кіріспені көшіріп әкеледі де, былайынша ойша көшіріп әкеп мына жерге қондырады. Қондырған кезде, яғни түйіндейді. Ондай болса, туған жері адамның тағы да перифраз. Тек қана тұғыры емес, жұмақ мекені, өсіп, өніп, қайтадан қонатын тұғыры деп осы жерде перифраз жасайды да. Ендеше түп тамыр әлсізденбеу үшін адам осы жерде тұру керек деген сияқты, маңызды. Одан кейін егер мұндай мәселе туындап қалатын болса, онда шешу жолын ұйымдастырады. Яғни туған жерді қадірлеуге бағытталған шараларды жиі өткізіп тұру керек дейді. Одан кейін барып ең соңында болашаққа қарай бағыттап жібереді. Сонда ғана туған жерінің өз тұғыры екенін түйсіне білетін ұрпақ өседі дейді. Барлық сөз саны 614. Жақсы. Осы эссе бойынша, яғни эсседе әр азат жолды, бірінші азат жолда магнит сөйлем болады, одан кейін әр азат жолды қорытындылайтын нелер болады? Қорытындылайтын сөйлемдер болады. Олардың барлығы қыстырма сөздермен, шылаулармен келсе тіпті жақсы болатын еді. Яғни қыстырма сөздердің орны, шылаудың орны осы жерде маңызды.